Оқушылар, сәлеметсіңдер ме? Қалдарың қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгін біз 149-шы сабақты өтетін боламыз. Есептер шығару, аулада демалу мәдениеті. Және де балалар, бүгін мен 149-дан бастап, немесе 151, 152, 150-ге дейін өтетін болам. Өйткені мен кейбір кез уақыттарым болмай жатса, сол кезде осылай түсіруге міндетті болдым. Бірінші тапсырманың астына қарайық. Шамалар үш бұрышына қара. Шамаларды үш бұрышқа орналастыр. Есепті шығару үшін үш бұрышты қалай қолдануға болады? Әсінде өзара байланыс шамаларымен есептер құрастырып оны шығар дейді. Қазір сіздерге көрсетемін. Балалар, мен бұны өзім ауызша айтамын. Бұл жерде біз шамал үш бұрышына қара. Шамал үш бұрышқа орналастыру есепті шығару үшін үш бұрышты қалай қолдануға болады? Бұл жерде бізде көк, жасыл, сары берілген. Көкке бағасы, жасылға санасын қойсақ болады, құнына сарыға қойсақ болады. Осылай өзіміз әсін орындасаңдар болады. Екінші тапсырмада бізде кесте бойынша есептер құрастырып болады шығар. Өзіндік жұмыс. Қазір сіздерге көрсетемін. Екінші тапсырма балалар осылай берілді. Осыны өзіміз бір кесте құрсаңдар болады. Есепті шығаруды үйренейік. Бірінші кестені Балалар, үшінші тапсырманың есебін тез көрсетіп, 150-ші сабаққа келуді ұсындым. Міне, осыны дәптеріңізге жазып алды. Енді номер 4-ке кеттік. Балалар, 4-ші есепте бізде сырым ауладағы достарына туған күнін жасады. Ол ауланы безендіруге 10 данадан 2 қорап түрлі түсті шар дайындады. Одан 2 есем туған күнге киетін қалпақтар және қалпақтардың 5 есе кем мерекеге шашатын ұсақ қағазға әкелді. Ол неше мерекеге шашатын ұсақ қағаз әкелді? Міне балалар, сіздерге жазып қойғам, осы дәптерге жазып аламыз. Екінші тапсырмада бізде балалар сырымның туған күнінде достары аулада аспанға әртүрлі батырауықтар ұшырып ойнады. Батырауықтардың ауданын анықта дейді. Қазір осыны анықтаймыз балалар. Номер 5 жауаптары жазып аламыз балалар. Балалар, номер 6-ның жауаптары жазып, 7-ші тапсырма кім жазып болды, сол 7-ші тапсырмаға дайындасын. Ал үйге 8-ші тапсырманы беремін. Балалар, теңдеу. Теңдеуді жазып алыңдар. Кім теңдеуді жазып болса, сол 8-ші тапсырманы жазып алыңдар. Берген 8-ші тапсырма. Жұмысшылар балалар алаңқайын салу үшін өлшеу жұмыстарын жүргізді. Олар шаршы пішінді 2 алаңқай дайындады. Олардың әр қайсысының периметр 90 метрден кем екені белгілі. Периметрлердің біреуі екіншісінің цифрларының орны ауыстырғаннан шығады. Бұл алаңқайлардың периметр қандай болуы мүмкін дейді. Қазір осыны жазамыз. Балалар, бұны өзіміз дәптерімізге жазбай, өздеріміз ауызша орындасаңдар болады. Үйлерінде әпке, ағаларың болса, ағаларың, әпкелерің осыны оқып, өзіміз логика сұрақ сияқты ғой. Енді сол жерде осы тапсырманы ауызша істеуге болады. Бұл зерттеу екен. Ал енді біз 150-ші сабаққа кеттік. Балалар, енді мен 150-ші сабаққа дейін түсіндіріп кеттім. Уже бірінші бөлімнен бастап 4-ші бөлімге дейін түсіндіріп жатырмын. Балалар, енді сендер басқа мұғалімдерден осы 151,
69-70-ге дейін басқа мұғалімдерден көрсеңде болады. Ал енді мен 4-ші сыныптікін істейін, аха. Мен сіздер уже қазақ тілі, дүниетану дейін дайындап қойғанбыз. Енді 150-ші сабаққа қарайық. Бекіту. Лагерде демалыс кезінде балалар алма жинауға көмектесті. Жәшіктің массасы туралы деректерді пайдалана отырып есеп құрастыр дейді. Осыған пайдалана отырып есеп құрастырамыз. Балалар номер 1-ші тапсырманы жазып алыңдар. Ал енді біз 2-ші тапсырмаға қарайық. Кім 1-ші тапсырма болса, 2-ші тапсырманы жаза беріңдер. Немесе балалар, мен 3-ші сыныпты жалғастырамын, немесе 4-ші сыныптаны жалғастырайын ба? Өзіміздің комментария жазып кетіңіздер, жарай ма? Ал енді 2-ші тапсырмаға қарайық. Асы. Жазғы лагерде демалушы балалардың 69-ы ағылшын тілі. Одан 3 есе кем бала математика үйірмесіне қатысты. Ал ағылшын тілі мен математика үйірмелеріне қанша бала қатысса, сонша бала өзіне қажетті әртүрлі үйірмелерге қатысты. Үйірмелер барлығы неше бала қатысты? Не сіздерге көрсетілген. Осыны дәптерге жазып алыңыздар. Кім 2-ші тапсырманың асын бітірсе, әсіне қарайық. Жазғы лагерде демалушы 145 баланың 24-сі сахналық қойылымға қатысты. Оларда 2 есе артық бала би биледі және қалғаны көрермен болды. Неше бала көрермен болды дейді. Балалар, бүгін мен тек қана 5-ші тапсырмаға дейін айтатын болам. Ал 6-шы тапсырма бізге үйге беріледі. 6 мен 7. Міне әсінің жауаптары. Әсінің жауаптарын жазып аламын. Сында 24 көбітті 2 дегенде 48 шығардым. Содан кейін бұл жерге бізде осылай жазылыпты. Дәптеріңізге жазып алыңыздар. Міне 73 болады екен 145-тен азайтқанда. Қазір көрсетсем балалар. Мына жер қатып жатыр, кішкене күте тұрыңдар. Міне балалар, жазып алыңыздар. Ал енді 3-ші тапсырмаға қарайық. 3-ші тапсырмада кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Бір затқа жұмыс алған шығын футболка 1 метр 10 сантиметр. Юбка 70 сантиметр. Заттардың саны 5 дана және 6-дан. Жалпы шығын белгісіз сантиметр, белгісіз сантиметр. Барлығы белгісіз сантиметр. Үйлерінде өздеріңіз бақылау жұмысында жазғанда осылай өздеріңіз есеп шығаруды енгіздерің. Мысалы, мынаны өздеріңізге өзіндік жұмыс деп қылам, немесе өз қиын болса, қазір мен өзім жасап шешуін жарай ма? Көрейін, жазып. Міне балалар, дәптерлеріңізге жазып алыңдар. Ал 4-ші тапсырма бізге ауызша болады. Асы. Диаграммада жазғы лагерге демалған балалар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып, оның досына қой дейді. Мысалы, балалар саны 264. Мысалы, мен былай қояр едім, досым болса қасында. 1 маусымда қанша бала болды деп айтар едім. Сол кезде ол айтар еді. 1 маусымда 180 бала болды дер еді. Содан кейін менің досым сұрақ қояды. 2 маусымда қанша бала болды десе, мен 160 бала деймін. Сосын біздің топтық жұмыспен жасағанда мен өзімнің басқа досыма айтар едім. 3 маусымда қанша бала болды дегенде ол 240 бала болды дейді. Сосын басқа да балалар айтқанда 4 маусымда қанша балалар болды десе
Мен 200 бала болды деймін. Сол кезде 4 маусым, 3 маусымға қанша бала саны қажет дегенде, мен оған 40 бала қажет еді деп айтар едім. Өзімізде үйден осылай құрастырсақ болады. Енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Енді 5-ші тапсырмада бізде есепте дейді. 12-ні көбейтеміз 5-ті. Осының бәрін өзіміз шығаратын боламыз. Өзіндік жұмыс. Кәне балалар, өзіндік жұмысты орындап көрейік. Кім болды? Міне осының жауаптары. Өзіңді тексер. Осыны дәптеріңізге жазып алыңдар. Ал енді 6-ші тапсырмаға қарайық. 6-ші тапсырмада сызба бойынша есепті шығар дейді. Лагерь асханасында әрқайсысында 25 килограммнан 4 жәшік банан балаларға таратылды. Содан кейін онда тағы 38 килограмм банан қалды. Асханада барлық неше килограмм банан болған еді. Шартына банан 25 килограммнан 4 жәшік қалды. 38 килограмм барлығы белгісіз килограмм банан болған. Сонда шешуіне 25 килограмм көбейту 4-тен 100. 100-ге қосамыз, 100 сантиметрге қосамыз 100 килограммға қосамыз 38-тен 138 килограмм. Жауабы бастапқыда 138 килограмм банан болған. Түсінікті ме балалар? Ал енді 7-ші тапсырмаға қарайық. Міне балалар, мен осыларды теңдеумен шығардым. Аслында мен бір сан ойладым. Оны 5-ке арттырғанда 60 шықты. Мен қандай